Баршаңызға қайырлы күн, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін өте дәмді әрі ерекше жасалу жолымен оңай жасалатын кабачкиден икра дайындайтын боламыз. Видеоның соңына дейін қарап, маңызды жерлерін жіберіп алмаңыздар. Алдымен бізге кабачки, морковь, жуа және де осындай тәтті бұрыштарымыз қажет болады. Қажетті ингредиенттердің барлығын астыға описанияға жазып қалдыратын боламын. Алдымен кабачкиларымызды, көкөністеріміздің барлығын ұсақтап турап дайындап аламыз. Мясорубкадан өткізсеңіздер болады, немесе блендермен соңынан піскен кезде езіп дайындасаңыздар болады. Менде дәл осы кабачкиден икраның блендермен езіп дайындаған рецепті де бар. Жоғарыға сілтемесін қалдыратын боламын. Ал бұл икраның жасалу жолы ерекшелеу, өте дәмді болып шығады, және де мясорубкадан өткізгендіктен шамалы ірілеу болып шығады. Өте әдемі болып көрінеді. Міндетті түрде жасауға кеңес етемін. Кабачкиларымызды өткізген кезде осындай ситаны алсаңыздар болады, себебі суы көп бөлінетіндіктен суын бөлек ыдысқа құйып сүзіп алатын боламыз кабачкиді. Одан кейін сәбізімізді, перецімізді және де жуамызды татымына қарай өзіңіз 1-2 чеснок қоссаңыздар болады. Оларды бір ыдысқа өткізсеңіздер де болады. Барлығын өткізіп алғаннан кейін бір ыдысқа барлығын салып, кабачкидің міндетті түрде суын сорғытып алсаңыздар болады. Себебі егер де суын сорғытпасаңыз, көптеу қайнату қажет болады. Оған томатын, тұзын және де қантын қосып, татымына қарай бұрышын салып, барлығын осы ыдыста араластырып алатын боламыз. Және де жақсылап араластырып, қазанымызға бірден пісіріп алатын боламыз. Бұл икраның өте оңай дайындалу жолы деп ойлаймын. Ешқандай қиындықсыз, барлығын бір ыдысқа салып, тек араластырып, қазанға пісіре қоясыздар. Кәдімгі тамақ пісірген секілді қазанымызға 100 мл сұйық майымызды құйып, барлығын салып, жақсылап суы тартылғанша дейін араластырып, қатты отта осылай араластырып отырып пісіретін боламыз. Суы кішкене тартылғаннан кейін, мына жерде әлі суы шығып жатыр, менде бір 15-20 минуттай пісірдім. Содан кейін суы тартылғаннан кейін үстіне қысқа сақтайтын болсаңыздар, 1 столовый ложка уксусыңызды 70% міндетті түрде құюыңыз қажет болады. Ал егер сақтамай бірден жеп қоятын болсаңыздар, уксусты қоспасаңыздар да болады. Осы жерде татымына қарай дәмін қарап, тұзын, бұрышын немесе қантын салсаңыздар болады. Мінекей біздің икрамыз осымен дайын болды. Өте дәмді болып шықты. Міндетті түрде жасауға кеңес етемін. Біздің үйдің ең сүйікті қыстық салаттарының түрі. Жыл сайын жасаймын. Және міндетті түрде стерилизовать етілген банкада сақтайтын боламыз. Жасап көріңіздер, ас болсын.